Моңғолдар біздің үйді басып кірді. Олар өте қатыгез. Қайтпас қайсарлар. Және шегінбейді. Біз 18 самурай. Бүкіл армияға қарсы. Біз сәлде болсын уақыт созып, бөгет боламыз. Бүгін мен өз халқым үшін өлемін. Олардың саны 1000-ға жуық болу керек. Ажалды қарсы алып, өз үйімізді қорғап қалайық. Дәстүр, абырой, батылдық. Біздің күшіміз осында. Біз Цусима жауынгерлеріміз. Біз бәріміз самураймыз. Адати мырза, олармен кездесу ұйымдастырыңыз. Басқыншылар, өздеріңнен мықты жауынгерлеріңді шығарыңдар. Мен Харунобу Адати, аңызға айналған Исунобу Адатидің ұрпағымын. Самурай! Сендер берлесіңдер ме? Қорқақ абыройсыздарға аяушылық жоқ! Аяушылық жоқ! Атыңдар! Цусима үшін! Шабуылға! Жанымда бол. Әне, олардың басшысы. Мен дайын мұнаға. Екеуміз бірге барамыз. Аға. Менің атым Хатун, Хубилияның бауыры, және Шыңғыс ханның немересі.
Бауырым, сен жауынгерсің. Мен бұны көріп тұрмын. Сен өмір бойы шайқасып келесің. Және сол шайқастарда жеңдің. Сені көріп міндетті түрде шегінетін еді. Бірақ сен осы қылышыңды сермеп жүрген кезде, менің немен айналысқанымды білесің бе? Оқыдым. Сендердің тілдеріңді білемін. Дәстүрлеріңді, сенімдеріңді. Кімді тежеу керек, кімді өртеу керек екенін де білемін. Енді сен маған мынаны айтшы, самурай. Сен берілесің бе? İşке kir, жылдам. Жарақаттарың қалай? Қаша аласың ба? Бәлкім. Менің қылышым қайда? Бұл жерде емес. Кет, бұны өзім шешемін. Бар, тығылсай. Өтінемін, мен ұрмаңызшы. Менде күріш бар. Соны алыңыз. Sen kimsin? Есімім Юна. Қылышыңды іздеп жүрсің бе? Ізімнен ер. Юна, тоқта. Симура мырза, ол менің ағам. Сен Джин Сакайсың ба? Зитоның жиені. Маған білу керек. Ол тірі ме? Мүмкін тірі шығар. Монғолдар оны тұтқындап алып кетті. Қайда алып кетті? Жағалау бойымен шығысқа қарай. Сонда Канеда қамалы. Оны сол жерде ұстап отырған болуы керек. Өздерінің жеңістерін тойлап. Оларға күтпеген жерден шабуыл жасай алады. Сені өлтіреді. Немесе мен біздің Зитоны құтқарамын. Монғолдарды аралдан қуып шығамын. Ол Сигунға жазып, көмек сұрайды. Сен осылай ақымақтықпен өліп кетуің үшін мен сені құтқарған жоқпын. Онда не үшін құтқардың? Сені ажал аузына тастауым керек пе еді? Маған көмек керек. Симура мырза барлық Цицумаға көмектесе алады. Және одан басқа менің ешкімім жоқ. Кеттік. Мен Джин Сакай. Симура мырзаның жиенімін.
Және мен қорқақ емеспін. Иә, жауға сермегенің жақсы. Бірақ өзіңді басқара білуің керек. Мен жаттықтым. Әкеңнің қылышымен бе? Сакай руының қылышы. Бұл қылыш көптеген өмірлерді құтқарып, соғыстарды тоқтатқан. Бұны кім істеді? Ешкім. Саған қорғануды үйретемін. Мен оны білемін. Қылышыңды басқару үшін өз жұдырығыңды сезіне білуің керек. Менің қолымнан келеді, аға. Жақсы. Көрсет кәне. Жақсы. Егер сен осылай шайқассаң, қарсыластың сені соғуы оңайға түспейді. Бұл әділетсіз шайқас болды. Ойлап көр, ол қайтып келіп сені өлтіргісі келеді. Және де бүкіл айла тәсілдерді қолданады. Сен қалай қорғанбақшысың? Ол алып болғанымен, мен жылдамын. Оны қасыма жолатпаймын. Оның шаршағанын күтіп, содан кейін бір соққының өзі жеткілікті болады. Жақсы, самурай үшін бастысы арақашықтық пен шыдамдылық. Қарсыластар тіпті жаман қулықтарға түсуге дайын болса да. Бұл сөздеріңізді ұмытпаймын, аға. Жақсы, Джин. Сен үйреніп жатырсың. Демалғыңыз келеді ме? Балақайлар мені шаршата алмайды. Ал енді, сенің қалай қорғанатыныңды көрейік. Көрдің бе? Жең алмайтын қарумен соғыс болмайды. Сабағыңыз үшін үлкен алғыс, ағатай. Біз әлі аяқтаған жоқпыз. Джин Сакай. Маған абырой көрсетіп, менімен шайқас. Сізді жарақаттағым келмейді. Өзіңе сондай сенімдісің бе? Қызық болады. Кім 5 соққы жасайды, сол түскі асты таңдайды. Ендеше 8 аяқ жейтін боламыз. Түскі ас ішпей салды. Саған қоятын бір сұрағым бар. Ата-бабаларымыз сияқты, біз де самурай жолмен жүреміз. Маған біздің басты қасиеттерімізді айтып берші. Мырзамызға адал болу, өз сезімімізді ұстап білу. Және сен бұны білесің. Абырой, Сакай руының қадір қасиетін жоғалтып алмас үшін. Бұл сөздер сенің әкеңнің сөздері. Абырой сен үшін нені білдіреді? Менің ойымша, адамдарды қорғау. Өздерін қорғай алмайтын адамдарға көмектесу. Сенің жүрегің өте мейірімді. Бірақ алдымен, біз мырзамызға қызмет етуіміз керек. Батылдық көрсетіп, мақсатымызға жетіп, және өзімізді басқара алып. Сіз үшін бұл өте оңай. Бұл оңай болмайды. Мен күнде өзіммен күресемін. Бірақ біз басқа адамдарға үлгі болуымыз керек. Уәдемізде тұрып, өзімізге адалдықты сақтап. Міне, абырой деген осы. Олардың қастарына барып, білдіртпей, мойындарына пышақ сұғып өлтіреміз. Бұл намыссыздық. Мен өз абыройыма нұқсан келтірмеймін. Рахмет сізге, мырза. Барлық самурайлар өлді деп естіп едім.
Сенің баратын жерің бар ма? Алтын ғибадатханада бәрі тыныш дейді. Бар, бірақ жолдар мен емес. Және ұлыңды аман сақтап қал. Сен олар үшін өз өміріңді тәуекел еттің. Олар өздерін қорғай алмайды. Ал мен халқымды өлтіруге жол бермеймін. Көмек тек оларға ғана емес. Менің бауырыма да керек. Ол қазір тұтқында. Осы үшін мені құтқарыпсың ғой. Менде бауырымнан басқа ешкім жоқ. Ал менде ағамнан басқа. Өтінем, маған бауырымды құтқаруға көмектес. Мен саған көмектесемін, ағамды құтқарып болғаннан кейін. Сөз берем. Мен сенмен бірге барамын. Канеда қамалы. Сенің ағаңды ішінде ұстап отыр. Мен Симура мырза үшін келдім. Арғарай баруға болмайды. Мен міндеттімін, сен қайт. Жалғыз ба? Бізге жол тап. Ағамды тапқаннан кейін жылдам кетуіміз керек. Жылқылармен бірге күтемін. Жақсы. Егер оралмасам, орманға кет. Шығыңдар. Жылғыр тақсақ бәкіму, түніге! Хатун хан! Мен Джин Сакай. Симура мырзаның жиенімін. Мен ол үшін кек қайтаруға келдім. Джин, сенің ағаң маған сен туралы көп нәрселер айтып берді. Сакай Джин. Және қазір оның басты сүйіктісі мені қызметке ал деп, аяғыма жалбарынатын болады. Сенің уақытың келді, Сакай Джин. Жеткілікті. Беріл. Ағаңа бәрін бейбітшілікпен шешуге болатынын көрсет. Сол кезде сен аман қаласың.
Менің қолымнан келмеді. Тағы да. Әке. Джин. Көмектес. Мен оны құтқара алмадым. Мен әлсізбін. Джин, сен самурайсың. Ол менің кесірімнен қаза болды. Сенің әкең шайқаста құлады, ұлын қорғап. Нағыз жауынгер ретінде, бұл үлкен абырой. Енді сен оның мұрагерісің. Сенің әкеңнің жаны осы қылышта өмір сүреді. Және ол үнемі сенмен бірге. Ертең сен менің қамалыма келесің, жауынгер ретінде. Бүгін әкеңнің жанын шығарып сал. Әке, оны қалай құтқарамын? Джин, не болды? Мен ағамды таптым. Оны құтқаруыма болатын еді. Бірақ ол жерде хан болды. Мен ағамның үмітін ақтамадым. Бірақ сенің аман қалғаның өте жақсы. Мен Цусима үшін жанымды беремін деп ант еттім. Ал міне, моңғолдар біздің үйімізді тартып алды. Самурайларды қырып салды. Сен өзіңе мықты қарсыласта біраз уақыт кездестірмеген сияқтысың. Жеңіп үйреніп қалдың ба? Ажал сенің алдыңа келген кезде аман қалу үшін бәрін істеу керек. Хан самурайларға қарсы шайқасқа қатты дайындалған. Ол бізден не күту керек екенін біледі. Яғни, оның күткен затын істемеу керек. Солайша біз Симура мырзаны құтқарып, үйімізді қайтарамыз. Жалғыз қолымыздан келмейді. Моңғолдар саған аңшылық жасауда. Екіге бөлінеміз. Олардың назарын аударамын, ал сен қаш. Мен өз бауырымды құтқарғанша еш жерден кетпеймін. Алдымен маған жақтастар керек. Мықты жауынгерлер.
Исикава ұстаз сияқты. Және Адати ханым секілді. Олар көмектеседі. Менің бауырым да пайдалы. Егер оны құтқарсаң, ауылдағы ең мықты ұсташы сенікі болады. Сұраған кез келген қару-жарағыңды жасап береді. Және қабырғаларды жоюға ма? Сен ойлап тап, ал ол істейді. Оны қай жерде ұстап отыр? Оны кетеде ұстап отыр. Барып сол туралы сұрай бер. Мен жақын арада барамын. Ол монғолдардың қолында ұзақ шыдай алмайды. Юна, біз сенің бауырыңды құтқарамыз. Және сенің ағаңды. Джейн, сен мені таптың. Сен жақсы тырысыпсың. Менің назарым ауып, оның қадамдарын естімей қалдым. Тұтқынның бәрін өзеннің жоғарысына қарай алып кетті деп айтты. Оның ішінде ұсташы да болыпты. Сенің бауырың ба? Солай секілді. Оларды Канеде лагеріне алып кетті. Мен қайда екенін білемін. Біз бұл қабырғада тесік жасап, оның ішіне кіреміз. Сосын монғолдарды сойып саламыз. Егер бізді байқап қойса, тұтқындарды өлтіреді. Олар бұлай істеген. Бізге тыныш әрекет ету керек. Ұрылар секілді ме? Ал бұның несі жаман? Самурайлардан алдын. Бұл аралды қарақшылар басқарған. Біз бұл жерді тазалап, тәртіп әкеліп, заң мен билік орнаттық. Және біз абырой жолмен жүреміз. Тіпті кейде ол ажалға келсе де, өз үйін қорғағысы келген менің әкем секілді. Мен де үйімді қорғағым келеді, бірақ қорғап тірі қалғым да келеді. Мен ағама бұл жолдан кетпеймін деп уәде бердім. Жай ғана бұрышын кесіп өт. Менің отбасымды құтқар. Және өзіңнің қалған отбасыңды да. Қане, жақынырақ барып, кіретін жер табайық. Қараңғы болғанын күтейік. Егер бізді көріп қойса, тұтқындарды өлтіреді. Сондықтан біз тыныш барып, олардың тамақтарынан сою керек. Қалай ойлайсың, Джин? Аюдың құлағанына сенімдімін. Сіз оны жарақаттадыңыз. Жаралы жыртқыш, бәрінен де қауіпті. Сақ бол. Иә, аға.